Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеомыз ерекше болайын деп тұр. Сол себепті видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен біреу білер, біреу білмес, біз бұл түс шоруларды ойдан шығармаймыз. Бұл түс шоруларды атақты түс шорушы Табиғи Мұхаммед ибн Сириннің еңбектерін қазақ тіліне аударып, сіздерге ұсынамыз. Оның Тағбирул Ру'я түс шору атты кітабы да бар. Сол кітапта ерекше бір оқиға келтірілген. Соны бүгін сіздерге айтып беруге бел будым. Баршамыз білетіндей пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам ең жақын досы Абу Бәкір Сиддықтың, Алла одан разы болсын, бір оқиғасын келтіреді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның әйелі Абу Бәкірдің қызы Айша, Алла оған разы болсын, бір күні түсінде үйіне 3 айдың түскенін көрген екен. Бұл түсін әкесі Абу Бәкірге әңгімелеп береді. Сонда Абу Бәкір Сиддық түсті жақсылыққа жоритын. Ол, түсің дұрыс шықса, сенің шаңырағыңа жер бетінің ең жақсы 3 адам жерленеді деген екен. Абу Бәкір айтқандай-ақ, пайғамбарымыз Айша анамыздың шаңырағында көз жұмады және сол жерге жерленеді. Сонда Абу Бәкір: «Ей Айша, бұл сен көрген 3 айдың ең жақсысы» деген екен. Расында Айша анамыздың үйіне пайғамбарымыздан кейін оның 2 досы Абу Бәкір мен Омар, Алла екеуінен де разы болғай, жерленген. Сондай-ақ тағы бір оқиға айта кетейін. Әмір ибн Шурайх баян етеді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: «Түсімде қара қойларды айдап жүр екенмін. Сосын ақ қойларды айдадым. Ақ қойдың көптігінен қара қойлар көрінбей қалды» дейді. Сонда Абу Бәкір, Алла оған разы болсын: «Уа Расулалла, қара қой дегеніміз арабтар мұсылман боп, олар көбейеді. Ал ақ қой дегеніміз мұсылман болған араб емес халық, олардың көптігінен арабтар көрінбей қалады» деп жориды. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: «Міне, осылай сәресі уақытында періште жорып берген еді» деген екен. Ақиқатында бүгінгі таңда мұсылман үмбетінің басым бөлігін араб емес ұлттар құрайды.